деген көрсетемін. Яғни бұның ішінде екіге бөлінеді: список дел, управление смен. Управление смен дегеніміз, яғни жұмысшыларымыздың қай уақытта келді, қай уақытта кетті, соны көре аласыз. Енді біз мысалға мына жерден таңдаймыз: сотрудник аза немесе айдана деген сияқты. Осы жерге задачасын береміз: закуп, сохранить басамыз. Мына жерден уақыттарын өзгертсеңіз болады тоже. Ол кісілерге, осы азамат және айданаға осы екі тапсырма беріледі. Немесе жеке-жеке берсеңіз де болады, өзіңіздің қалауыңызға қарай. Олар жасаған уақытта, осылай галочка жасаған кезде сізге жасаған жұмыстарының барлығы осылай көрініп тұратын болады. Енді управление смен, бұл жерде клиентте сотрудниктердің қай уақытта келді, қай уақытта кетті, соның барлығы осы жерден көрінетін болады. Былайша айтқан кезде clockstar деген сияқты программаларды осының ішіне кіргізгенбіз. Ол үшін біз сізге осындай QR жасап береміз. Адамдар телефонмен, қазір мен сканерлеймін. Жұмысшылар осы QR-да сканерлеу арқылы телефондарымен қай уақытта келіп, қай уақытта кеткенін сіз қадағалап бақылай аласыз.